Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айдана. Бүгін түріктің тәтті торты трилечен дайындайтын боламыз. Бұл торт өте ерекше десем болады, себебі мен өзімнің лайфхактарыммен тортты жасау процесін жеңілдеттім. Бізге қажетті құрал-жабдықтар менің алдымда. Мінекей бізге таза ыдыс қажет болады, миксеріміз, қолдың миксері, және де пергамент қағазы керек бізге, одан кейін фольга керек болады. Егер сіздер осындай форманы пайдаланатын болсаңыздар, асты жоқ, онда сіздерге осы фольга, пергамент қағазы міндетті түрде қажет. Ал егер сіздер өздеріңіздің асты бар жабық форманы пайдаланатын болсаңыздар, онда сіздерге тек қана пергамент қағазы ғана қажет болады. Ұмытып кеттім, бізге осындай лопата қажет болады. Трилече тортының бисквитін дайындаймыз қазір. Бос ыдысымызға жұмыртқаның ағын, шым-шым тұз қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бірінші бізде миксердің жылдамдығы төмен жылдамдықта болады. Солай біз жылдамдықты жоғарылатуымыз қажет. Миксерімізді тоқтатпай қантымызды 3-4 бөліп қосамыз. 20 минуттай сағаттың тілімен миксерлейміз. Әртүрлі бағытта миксерлеуге болмайды, қыздар. Жұмыртқамыздың сарысын бір-бірден қосамыз. Миксеріміздің жылдамдығын орташа жылдамдыққа төмендетеміз. Жұмыртқаңызды дұрыс араластырған болсаңыз, дәл осындай болып шығады сізде меренга, ал меренгаңыздың дұрыс шыққанын осылай венчиктің басына қарап білесіз. Ұнымыз бен крахмалымызды араластырып аламыз. Ұнымыз бен крахмалымызды електен өткізіп қосамыз. Осындай силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Тек сағаттың тілімен ғана араластыру қажет. Фольгамызды формамызға лайықтап кесіп жинақтаймыз. Формамыздың астын фольгамен дайындаймыз осылай. Пергамент қағазын да формамызға лайықтап кесіп аламыз. Пергамент қағазы мен формамызды фольганың үстіне қойып, осы формамыздың астын дайындаймыз. Мен 2 қабат фольганы пайдаландым, тестам ағып кетпеу үшін. Формамызға бисквитімізді құямыз. Формаға құйылған бисквитімізді осылай тегістеп шығамыз. Лопатканың көмегімен тегістесеңіздер болады, және кішкене сілкіту арқылы тегістейсіздер. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градуста верх-низ режимінде бисквитімізді 60 минут пісіріп аламыз. Бисквитімізді пешімізге салғаннан кейін 30 минуттай пештің есігін ашпаймыз. Бисквитіміздің дайын болғанын қазір тексереміз. Мінекей қазір ортасын шпажкамен тексеріп көреміз. Құрғақ болса, демек біздің бисквитіміз пісті деген сөз. Бисквитіміз дайын болды. Бұл бисквитті пештің ішінде мен салқындағанша ұстадым. Осылай кольцодан толықтай суығанша шешпейміз, қыздар. Себебі бисквит высотасы түсіп кетуі мүмкін. Бисквитті осылай жұлқып, немесе былай жұлқып түсіруге болмайды, қыздар. Бірінші правило бізде осы. Осылай шеттерін міндетті түрде жүргізіп шығу керексіз. Неге, қыздар, екінші сіздерге лайфхак. Бисквитті формасынан суымайынша шығармаймыз. Себебі, егер бисквитті сіз ыстық күйінде формасынан асығыс шығаратын болсаңыз, мынау өлшеп алған диаметріңіз кішірейіп кетуі мүмкін.
Сондықтан бисквитті толықтай суытып аламыз. Үшінші лайфхак сіздерге: бисквитті бір күн алдын жасап алған дұрыс. Торт істейтін болсаңыз, торт істейтін күні емес, бір күн алдын жасап, пищевая пленкамен орап, ешқандай ауа кірмеуі керек, холодильникке бір күнге қойып қойыңыз. Пищевая пленкамен орайсыз, холодильникке қоясыз, бір күнге как минимум қойсаңыз, бисквитіңіз сіздің бір келкі болып влажный болады. Когда пропитка құйған кезіңізде тез сіңетін болады, даже креміңіз де тез сіңетін болады. Сондықтан ұмытпаймыз. Пищевая пленкамен бисквитімді орап алдым. Енді оралып тұрған бисквитімді бір түнге холодильникке қойып қоямын. Плитамызды қостық. Егер сізде газ болатын болса, онда баяу отта пісіретін боласыздар. Ол үшін бізге бірінші қантымызды осы баяу отымызда ерітіп аламыз. Өз бетінше еруі қажет қант. Егер отыңызды жоғары қойып жіберетін болсаңыздар, қантыңыз карамель болып, кристалданып бір-біріне жабысып қалуы мүмкін, күйген дәм шыға бастайды. Сондықтан асықпай, баяу отта қантымызды осылай араластыра отырып ерітіп аламыз. Қантымыз еріді. Енді қазір майымызды қосамыз. Майымды мінеке ерітіп алдым. Сливкиді мен микроволновкада піскенінше қыздырып аламын. Қайнатпаймыз, қыздар. Қайнағанға дейін қыздыруымыз керек. Сливкиімізді қосамыз. Абайлаңыздар, қыздар, осы процесте, потому что анау қатты тасиды. Күйіп қалмаңыздар. Мінекей плитадан кішкене мен көтеріп қозғап жатырмын, көріп тұрғандарыңыздай. Қайта плитамызға қойып 5 минут пісіріп аламыз. 5 минут қайнады. Енді плитадан алып, комнатная температурада салқындатып аламыз. Холодильникке қоймаймыз, қыздар. Қазір әлі сұйық. Комнатная температурада салқындаған кезінде қоюланады, қыздар. Трилече тортын жинайтын боламыз. Ол үшін бізге мінекей бисквит қажет, және де пропиткаға арналған ингредиенттер. Трилече деген негізі 3 сүт деген мағынаны білдіреді. Сондықтан міне бізде пропиткаға 3,2% сүт, сгущенное молоко және де сливки. Осыларды араластырып, қазір бисквитті пропитка жасаймыз. Бисквитіміз біздің бір түн холодильникте тұрды. Бисквитімізді ашып, шапочкасын алып тастайтын боламыз. Егер сіздер өздеріңізге қажетті высота керек болса, осы бисквиттен 2 трилече тортын дайындауға болады. Маған қазір енді тек қана бір торт керек. Мен сол үшін шапкасын алып тастап, кішкене высотасын үлкен қылатын боламын. Биіктеу болады менде высота. Шапочкасын алып тастадым. Осылай кішкене тегістеп жібересіздер. Кішкене биік жерлерін. Мен тортымды тапсырысқа алып баратын болғандықтан осылай подложкаға жасап жатырмын. Егер сіздер өздеріңізге дайындайтын болсаңыздар, тортницаға сразу салып, бірден пропитканы сонда жасай берсеңіздер болады. Пропиткасын дайындаймыз. Бізге міне сүтіміз, сгущенное молоко, сливки. Жақсылап араластырамыз. Жағып шығамыз. Осылай сеуіп шығу қажет. Шеттеріне де жағу керек, қыздар. Пропиткамызды барлығын жағып шықтық. Не қараңыздар, қалай согы шығып тұр. Осылай болуы тиіс. Енді 10-15 минутқа холодильникке қоямыз. Енді кремімізді жасаймыз трилече тортының. Бізде сливки, қант ұнтағы және де кремімізге қажетті құрал-саймандар, насадка керек, кондитерский мешок керек болады. Және де миксер қажет болады. Сливкиімізге қант ұнтағын қосамыз. Миксердің төмен жылдамдығында араластырамыз.
Креміміз дайын болды. Енді холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Насадкамды орнаттым. Ыдысымызға саламыз. Кондитерский мешокқа. Холодильникте 15-20 минуттай ұстаймыз. Кремімізді құямыз. Бізде крем өте жидкий. Карамелімізді құйып шығамыз бетіне. Енді карамелімізді осылай бетіне жағып шығамыз. Шетіне бортигін жасап шығамыз.